Мен өзімді таныстыратын болсам, негізі мен дизайнға прям аспаннан түскен жоқпын. Осы дизайнға кішкентайымнан өзімнің қабілетім болды. Оқуға түскен мамандығымда қарасаңыздар, мен архитектор дизайнермін, архитектор проектировщик деп айтады. Бізде университетте оқыған кезде мен 5 жыл оқыдым, творческий экзамен тапсырдым. Бізде кәдімгідей типография, түстердің үйлесімі, жаңағы прокачка деп айтамыз, вкус қалыптастыру, көзді, соның бәрін бізде үйретеді. Мен сол университетте сурет салу бәрі бар, соны 5 жыл оқығанмын. Одан кейін 8 жыл проектировщик архитектор болып, дизайн интерьері болып жұмыс жасадым. Оның соңғы 3 жылы карантиннің кезінде бірінші рет фрилансер болып шыққанмын жұмысқа. Сол фрилансер болып 3 жыл жұмыс жасадым. Сол 3 жыл жұмыс жасаған кезде мен жаңадан бір мамандық үйренейін деп осылай веб-дизайнға келген болатынмын. Айтатын нәрсем, еще магистратура оқып жүрген кезінде IT университет МУИТ деп аталады. Сол жерде сабақ берген болатынмын программирование бойынша. Ол кезде магистратурада оқимын. Программирование болғанда именно строительдерге арналған автокад, строительдік жұмыстар деген бір программалар болады. Соларды үйретіп, сол жерде жұмыс істегенмін. Автокад, 3D Max, Photoshop деген неше программаларды сол мен университетте үйрендім. Photoshop'та да Corel Draw деп айтамыз. Соның бәрін мен университетте үйреніп келгеннен кейін веб-дизайнға маған секіріп кету ондай қиындыққа туындамады. Сөйтіп карантиннің кезінде мен біртіндеп веб-дизайнға ауыстым. Веб-дизайнда негізі маған қатты қызықтырып, прям көңілімді бөлдірткен ол Қуаныш Шоңбайдың курсы болатын. Сол кезде почему-то мен Инстаграм арқылы дизайнермін, архитектормын деп продвигать етіп жүрдім да каналымды. Сосын ары қарай дамуым керек болды, канал жүргізу керек болды. Сол кезде Қуаныш Шоңбайдың бір курсына кездесіп қалдым. Қазір оны даже қалай аталатынын да ұмытып қалыппын. Сол жерде сайт жасауды үйреткен тұғын. Қосымша бір профессия ретінде да. Сол кезде мен соған қызығып сол бағытқа сол кезде ауыстым 20-шы жылы. Ол деген енді мен үшін жаңа нәрсе болды. Түстер үйлесімі, шрифтлар таңдау деген нәрселерді білгенмен, маған ол жаңағы сайт жасау деген кәдімгі үлкен нәрсе болды да. Вау, давайте айналысайын деп сонымен қат дизайнды бастадым. Сол 20-шы жылы бастағаннан ол кезде кішкентай ұлым бар. Сол ұйықтағанда жұмыс істеймін, обедте ұйықтайды жұмыс істеймін, түнде ұйықтайды жұмыс істеймін, сөйтіп жүретін. Мен бір орында отыра алмайтын адамын, өзім табысым болу керек әйел ретінде. Күйеуімнің қолына қарап отырғым келмейді. Сосын балаларым, мысалы, өзіміздің ата-анамызды қарасаңыздар, мысалы, декретте отырды, қанша уақытта отырды да, бала деп өмір сүргенде, мен өйтіп өмір сүргім келмейді, қартайған кезде. Ой, немерелерімді бағам, сонымен рахмет деген сияқты. Мен өзім саяхаттап, өз ақшамды тауып, не алғым келеді, не жегім келеді, соны өзімнің табысыма сөйтіп жүргім келеді. Сондықтан маған оқу даму деген өте маңызды. Одан кейін 22-ші жылы Үшкемпір ханымның жеке веб-дизайнері болып жұмыс жасадым. Сол кісі арқылы көп опыт алдым десем болады. Өткен сол кезде таргетқа жіберетін рекламалар бар ғой, соған сайт жасадым ше. Сол үлкен көмек тиді маған. Ол сайттан бөлек бар ғой, мен баннерлар жасадым ғой таргетке арналған. Ол баннерлар, ол кісі маған айтты, мен таргет сабағымды көр деп. Баннерлар не үшін өтпей қалады, соны түсіну үшін. Мысалы, бір кісілер баннеріңіз өтпей тұр деп айтса, мысалы, не үшін баннер өтпей тұр? Может, аудитория таңдаған дұрыс емес шығар, дұрыс аудитория емес шығар. Соны түсіну үшін баннер жасаған кезде таргеттің системасын түсіну керек та. Не үшін мен сіздерге ше таргеттің сабағын бонусқа беріп жатырмын? Өйткені баннер жасағанда таргеттің қалай реклама жүргізетіні, қалай аудиториялар келетінін, соны білу өте маңызды. Сондықтан мен таргеттің сабағын сіздерге бонус ретінде қостым. Сол Үшкемпір ханымнан мен сол таргет системасын түсіндім, қалай жұмыс жасайды, баннерлар не үшін өтпейді, неге жаңағы офер, триггерный тексттар болу керек, неге суреттер жаңағы жақсы болу керек, качествосы, неге тексттар көрініп тұру керек деген сияқты нәрселерді мен сол 22-ші жыл Үшкемпір ханымның жеке веб-дизайнер болғанда үйренген тұғымын. Таргетті еще мен стратег-таргетолог деген ол кісінің сабағы бар, соны оқыдым да, яғни стратегиялық таргет. Сондықтан мен қай баннерлар өтімді, қай баннерлар өтпейді дегенді уже көзбен көремін да, сразу айта беремін.
Жалпы келгенде негізі мен 20 жылдан бері осы веб-дизайн саласындамын. Қазір 4 жылдан асып бара жатыр. Одан кейін 23 жылы Гүлбану Азипова деген бізде веб-дизайнер бар. Ол кісі шетелдерде жаңағы 3 тілді сайттар жасайды. Уже Америкада тұрып келген. Сол кісіден сайт жасауды үйрендім. Ол ары қарай білімімді жетілдірдім да сол кісімен. Ол кісі вообще тереңірек үйрете бастады. Жаңағыдай производственный сайттарды қалай жасау керек, көп беттік сайттар, компанияларға арналған сайттар, платформалар, олар вообще басқаша болады да жасалу техникасы, дизайндарында да қатты ерекшеліктер бар. Мен соны сол 20 жылы веб-дизайн курсын тереңірек оқыдым да, тілді дизайнер деген курсты. Сол кезде көп тәжірибе алдым. Сол кезден бастап мен үлкен компанияларға сайт жасай бастадым. Одан кейін 23 жылы Мадина Салықтікін оқыдым. Мадина Салық бізде экспоның кезінде, эксподағы жалғыз дизайнер болған қыз. Сол кісіден одан кейін білімімді жетілдірдім. Ол кісіде мен тек қана веб-дизайн ғана емес, JIT-курсыз дизайн үйрендім да. Бұл кісі көбінде графикалық дизайнға қатты мән береді. Жаңа Comic Sans деген еще бізде үлкен бір іс-шара болды экспода. Соның дизайнері, ол кісі прям басынан аяғына дейін жаңа экранда тұратын дизайндар, распечатывать дизайндар, соның бәрін жасайды. Бұл кісіден үйренгенім просто не деп айтады, бізде SEO продвижение деген курсты оқыдым да мен. Еще SEO продвижение деген курсты оқыдым. Ол курс, мысалы, Google мен Яндексқа саласың ғой сайтты. Сол сайттар ол арнайы сол SEO продвижение деп айтады. Арнайы сол клиент алып келу үшін Google-ға қоя алатын сайт. Обычный сайттар бар, и Google-ға рекламаға қоятын отдельный сайттар бар да. Соны жасауды үйрендім. Бұл жерде, мысалы, бұл жерде көбінде жаңағы текстқа көбірек мән бересің, жаңағыдай не деп айтады, стратегиясына сайттың көбірек мән бересің. Вот сол SEO продвижение, мысалы, код жазу сол жағына қарай кететін болса, ал вот Мадина ханымда көбінде дизайн жағына көбірек мән береді да. Сондықтан соның бәрін бірге қосып, Google-дағы сайттарды текстімен де, дизайнымен де ерекшелендіру үшін мен сол курстарды бірге оқыдым. Өйткені біздің Қазақстанда былайда Google-ға сайттарға кірсеңіздер, көп қазақстандық сайттар стандартный шаблонмен жасала салған, дизайна көп мән бермейді. Сондай, сосын жаңағы қолдануға ыңғайсыз, қатты адамды тартпайды, қатты ұстап қаралмайды. Аты сайт әйтеуір солай. Сондықтан мен соларды көргеннен кейін өзім бір ерекше дизайндағы сайттар жасағым келеді да. Дизайнына да мән беретін, SEO-ға да мән беріп, текстына, статистикасын жоғары болуына мән беретін. Сондықтан осы курстарды мен жайске оқи салған жоқпын. Бұларды мен зерттеп біліп, маған қай жағынан керек, мен қалай үйрене аламын, мен ертең біреуге қалай үйрете аламын, қалай мен ерекшелене аламын деп соларды үйрендім. Ал бізде Қазақстанда SEO продвижениені үйрететін веб-дизайнерлар өте аз. Анализ жасап, стратегия жасай алмайды. Мен соны кәдімгідей терең үйреніп алып, сол арқылы мен күшті ақша тауып жүрмін. Прям SEO продвижениемен жасалатын сайттар, мысалы, менде ең аз дегенде 2-3 парақша болса минимально 150 000 теңгеден басталады. Егер қазір практикумда сіздер қолдарыңызды, көздеріңізді қалыптастырып, осыған үйреніп кетсеңіздер, даже бір баннердің өзінен сіздер жоқ дегенде 5 000 теңге таба аласыздар. Мен бір баннерға қазір көп дегенде жарты сағат уақытымды жұмсаймын, даже 10-15 минут болады кейде. Сондықтан жарты сағатта мен қатты кеткенде 15 000 теңге таба аламын. Менің бір баннерім 15 000 теңге, ал сіздер 5 000 теңгеден бастасаңыздар, мысалы жарты сағатта 5 000 теңге таба аласыздар. Сол есептеу керек. Бірінші баннерді үйреніп алыңыздар, сайтты үйреніп алыңыздар, кейін оларды үйреніп, сол определен табысқа жеткеннен кейін әрі қарай жылжисыздар, терең уже оқи бересіздер. Сондықтан мен осы уақытқа дейін алған қаншама білімімді сіздерге осы практикумда бірінші шаг деп айтам, соны берем. Сіздердің осы веб-дизайнға, графический дизайнға жасаған бастапқы қадамдарыңыз. Сондықтан мен берген бүкіл материалды жақсылап оқыңыздар, ерінбеңіздер, қайталаңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мен осы уақытқа дейін қаншама білім алдым, енді соны сіздерге беремін. Еще арзан қылып беріп жатырмын. Менің курстарым
да тереңірек үйретілген. Енді практикумда енді бір аптада біз көп материалды қамти алмаймыз. Сондықтан қазіргі мен беретін білімдер, мен беретін практикалық жұмыстар бір күнге бір сағат арнасаңыздар сіздерге жетеді. Сондықтан сіздерге сәттілік, білімдеріңіз тереңдей берсін, ұштала берсін. Менің практикумымнан алатын білімдеріңіз тереңінен болсын, сіздерді табысқа жеткізсін. Сәттілік.